Армысыздар, сәлем достар, қалайсыңдар? Сендермен бірге дейді. Я достар, бүгін біз Майнкрафтта кешегі видеомыз жалғастыратын боламыз. Өткен бөлімде көріп тұрғандарда мен артында тұрған мобтарды жинаған болатынбыз. Бүгін тоже сондайлар жинайтын боламыз, бірақ бүгін ерекше болады. Себебі бүгін өте странныйларын жинайтын боламыз. Сендер арнаға түрген лайктарыңды аз кетіңдер, ал біз кеттік. Біз видеомыз бастай салып әрине ұйықтаймыз. Ой, сындырып алайын деп алдым ғой. Все, ұйықтаймыз. Спать в эту ночь. Келесі күні біз уже бүгін менде өзім жоспарлайтыным бұл жақта негізі мен өткен бөлімден ана дұрыс демептім. Себебі мен ойлағам ғой, енді ойладым, мына жақта балықтар тұрса дегенде таспаға сол балықтарға жатқызсам, мына әшендер болуы мүмкін еді. Ладно, бұны көре жатармыз. Және де бүгін мен өзім бұл жаққа не жетпейді. Давайте шошқа істейміз. Менде мен сундугымда не бар? Окей, иналарымызда болайық. Шошқаға жер керек. Шошқа не жейді? Ол картоп жейді. Ладно, бірінші шошқан, оған жіп керек қой еще, я. Жіп табалақ, енді шошқа іздейік кеттік. И вот, біз осыны тауып алдық, осыны алып ап, өзіміздің жерімізге қайтатын боламыз. Бұл өте кішкентай шошқа екен, біз асырайтын боламыз. Бұл бізге землямен істейміз ғой, кәдімгі. Бұған картоп беру керек, бірақ картопты қалай береміз. Ладно, бұны өсірмей қоямыз, құлап кетпе. Короче, бізде өте жақын жерден тауып алдым мен. Так что қиналмауға болады. Ана жақты мамашы ма? Или мне показалось, вот біздің жер осы. И дальше нана апарамыз. Бұл не жерден құлап өліп қалмасын. Тез апарайық. Ой, міне құлап қалма, бері кел. Жіптен де үзіліп кетпесін. Осыларды міндетті түрде қарау керек, бері кел. Все, кеттік, жүгір. Не білек көзден шығып кеткен бұны. Жіп дұрыс байланбапты, ладно. Әрине мен бұған орын істемедім. Орынды біз нерде тұрып и бізде сразу орын дайын бола салады. Короче, шошқамызды орнымызға апара салайын орнына. Достар, мыналар мен корабльма отырып алды. Корабль дептім ғой, лодкамы. Мен екеуінің орын ауыстыру жөн көрдім, себебі балықтарды осыға жинайық. Давайте қазір аквариум салайық. И бізде мына жақта осындай жазықта өмір сүретіндер болсын. Мен стеклоны алуды ұмытып кеттім. Братишка, сен осында қоя тұр. Немесе мен артынан жүре берсен. Ана таспахан аняға сүреткен ғана отырып алды. Давайте ламаға да істеп қояқ. Ақыр өздері келген ғой, мына жаққа. Давайте сөйтей салайық, чтобы бізге моттарымыз көбею үшін. Әбден қиналды. Сен өспейсің ба? Түк бермесен несіне өседі? Бізде кеше бөлім бітірген соң мен 64-ін жинап алған болады стеклоның. Яғни пешке пісірдім. Давайте бір анандай сары гүлдер еге салу керек. Қосымыққа алып келмеймін. Ладно, бері кел. Секір албай ба? Все. Енді отрезать етеміз да, мына жаққа кіріп, сразу жаба саламыз. Все. И төбесі жабамыз. Сен осы ұяқта енді өмір сүресің, қарағым. Бізде енді дальше не істейміз? Уже 5 жіп болды бізде. Біз енді неге орын саламыз? Әрине аквариум саламыз. Аквариумға мен бірінші балықтар аулау керек, оған удочка жасау керек. Окей. Бірінші мына жаққа біз аквариум сабаламыз ба? Давайте сөйтейік. Үшін бізге су құлдырамыз да, арасы осылай болсын, осыдан сала берейік енді. Осылай салайық.
Ой, блин, достар, біз былай ауламайды екенбіз ғой, біз ведромен аулаймыз, иә. Ладно, короче, ведро керек екен бізге. Так, ведро міне. Стекло бар екен ғой, бізде нормально. Ладно. Так, бізге ведромен аулайық. Суын наған салайын в любой моменте. Наған қай салайын, допустим. Жылама. Так, ой. Ана алып, басқа жаққа қай салайыншы. Судың түбіне түсейін. Все, енді балық аулаймыз. Достар, менің балықтарым мынандай болды, но мен астын песок қылдырдым, но это было сложно, сол үшін мен кейбір жерлеріне естіп балдарлары еге салдым. Мыналар астында жүр. И бізде әлі 2, 3, 4, 5 и 6-шында не болады деп ойлайсыңдар? Қараңдар, кішкентай жерде не болуы мүмкін? Давайте сендер ойларын комментарийға жазып кетіңдер. Ал мен болсам, ол жерге космомукамен шөп өсіретін боламын. Ол нәрсе, то есть ол жануар шөп жейді. Давайте ойларын комментарийға жазып кетіңдер. Кім дұрыс таба алды? Қазір мынаяқтарға өсіре салайық. И вот, оны еще поводокпен ұстаймыз біз. Давайте кеттік біз оны алып келейік. Сендер ойларын комментарийға жазып қойған шығарсыздар деп ойлаймын. Және де бұл жерде тұратын жануар бізде тауық. Ой, мен иттерім деп қойды. Короче, иттерім мен ана жерде жоғалтып алғам, ана жолы бір жерде. И енді тауып артынан енді келіпті. Короче, мен опять стеклоны ұмытып кеттім. Так, біз бүгінге қанша жануар асырадық? Кстати, друзья, ананы айтуды ұмытып кетіппін, қазір көрсетемін сендерге. Бізде қазір бір жаңалық бар. Қуанышты жаңалық дей алмаймын, но это жаңалық, норм жаңалық. Так, тауымыз кіргізіп алайық. Иттерім келмей қойсындар болады. Давайте шығындарына ана жақын етіп отрезать етейік. И иттерім шығындар, бол, тауық шығып кетеді. Мен кетіп баратырым. Тауықта келетқан ес. Блин, осылай енді қанды ішеді бұлар. Так, кіресін енді. Мыналарды отырғыз тастайын сразу. Ой. Так, отыр. И ты тоже отыр. Мен тауығымды алып, мынаған кірейін. Так, кір. И бұны отрезать етейін да, кейін мына жаққа қабалын десе тауық. Мына төбесін жапапты мен. Ладно, все. Қошқамыз өсіпті. Так, это жаңалық. Все. Так, бізде... давайте наған аттар, иттерге ат қоямыз. Давайте ойларын комментарийға жазып кетіңдер. Мынау киім киген